қайырымдылық жәрмеңке өтіп жатыр. Жәрмеңкенің басты мақсаты қайырымдылық жасау. Ата-аналарымыз белсенді қатысып жатыр. Қазақстанда тұратын ұлттардың тағамдарын ата-аналарымыз өздері қолдарымен жасап, осы жерге жәрмеңкеге сатып жатыр. Өзбек, ұйғыр, кәріс, Индия, немістің тағы қандай бізде ұлттар бар, соның бүкіл тағамдарын әкеліп, тек жәрмеңке емес, сол ұлттарды таныстырып, солардың мәдениетін көрсетіп. Бүгінгі жәрмеңкеге қазақтың ұлттық тағамдарын алып келдік. Қазақтың тағамдарына келген себебіміз біз балаларға оны насихаттау, оны қазақтың ұлттық ыдыстарына салып көрсету. Бұның барлығында қазақтың қандай ұлттық ыдыстары болды. Арнайы қымыз құятын, шұбат құятын мінекей бізде. Және осындай жақсы ыдыстарымыздың барлығы қолдан жасалған алып келіп, біз осының бәрін балаларға насихаттап көрсету мақсатында. Қазақтың ұлттық тағамы балқаймақ, мысалы мынау түйе сүтінен жасалатын, және бұл жерде бізде сиыр сүтінен жасалатын ежегенің түрлі түрлері мінекей мынадай түрлеріменен, және сонымен бірге майсүт, негізі қазақтың ұлттық тағамдарының барлықтары адам ағзасына өте пайдасы көп тағамдар. Как мы все знаем, Казахстан является многонациональным государством. Здесь у нас уважение и почет представителям любых народностей. И традиционно, конечно, сегодня мы представляем Россию. Нам по жеребьевке выпало, поэтому мы в таких костюмах представляем истинный символ гостеприимства русских, то есть каравай.